Армысыздар біздің сүйікті арнамыздың сүйікті көрермендері. Бұл әдеттегідей хихикая жобасы. Бүгін бізде қонақта Жайдармандағы өзіміздің ағамыз, кино сценарист, автор, режиссер Дархан Карипов. Қош келдіңіз сіздерге. Сіз кәдімгі өте көп осындай әңгіме айтатын жобаларға бардыңыз ғой, а? Я біразын айтып тастадық қой, негізі өз басымыздан өткен. Негізі көп оқиға. Бірақ оның көбісі айтуға болмайтындар да, оны жеке өздерің білесіңдер ғой. Ол кішкене басқа бір неде хикая емес, басқа жерге шақырсаңдар. Тілде айту керек қой оны. Иә, ол жерде еще әсірелейтін кішкене боқтық сөздері бар. Сондықтан да сендердің дейтін нәрселерін айтуға келмейді ол. Дейтінге. Айтпақшы, Дархан ағамыз бізде сценарист, кәдімгі көптеген топовый фильмдердің авторы, бірақ бір фильмі кішкене провал болып қапты. Ема, иә? Президентке айтам дейтін. Мен сендерге айттым, ол қиын дедім. 60 мың просмотр жинап дейді. Президентке айтам деген біз YouTube сериал жазып бастағанбыз. Қош жазып бастады. Дархан ағамыз. Мен едім ғой негізі. 2 серия болып ол түсірілді. Нұржан, сен сұрадың. Иә, Мен сән не дедім. Бізге балдар айтты, сұмдық атады нау деп. Қиын Нұржан дедім. бізге күшті Ала бер дедім, ала бер ол идея. Қайтып әкеп қой деді. Орнына басқа бір нәрсе қойып бер деді. Жоқ, ол айттым ғой, қиын. Ол негізі оның басы Алматыда басталып, арғай жолда болатын нәрсе ғой, негізі. Полный жолда болу керек. Ауылдың ішінде жолда түсіре берген. Жолға шықтық біз, сонымен тоқтады ғой. Сендер шығамай кеттіңдер ғой. Әне айтам, міне айтам деп же. Жоқ, енді оның себебін көрермендерге айта кетейік. Ол бізге кәдімгі үлкен кісілер жазды. Үлкен жоғары жақтан. Но қызық емес болды. Күшті. Осы өтеді негізі, талай адам ғой сөйтіп айтып кетіп жүр ғой. Өлтіресіңдер. Бірақ шынымен де көп адамдар кәдімгі сол сериалды көріпті, жалғасы қашан болады деп сұрап жатыр. Бұйырса 25 қазан барлық кинотеатрларда әйтеуір бір жыл шығып қалады мүмкін. Ұмытып қалса адамдар. Жалғасы қашан болады, біз де жазып көмектесейікші деп адамдар көп. Жалғасы ма или жалғас дей ма? Байгайстар жалғас қашан болады ма? Бір несі еще ол идеяны енді фильм қылып түсіре алмайтын құрып тастады. Дұрыс сөйтіп бұзып тастаңдаршы бүкіл идеяны. Тағы да айтпақшы, Дархан ағада көп идея бар, оның бәрін түсіруге жасы да жетпей қалуы мүмкін. Ондай бар. Екі сериялық ба? Құртып бере аламыз, если что, 2 сериядан тырлатып. Екі серия шығын болып кетеді, бір-бірден ұрайықты. Жаңа бастылайын деп отырыңызда айна қарап тұрдым ғой. Сол шашымды реттеп отырмын да. Өйткені мен шашым өсіп тұр да. Реттейтіндей болып тұр. Сол кезде жаңа есіме түсіп кетті бір нәрсе. Турцияда Афган. Шаш деген братандарың бар ғой. Сол қайда деп сендер сұрасың. Сол неде Турцияда түсіріп отыр ғой, Афган дейтін. Сөйтіп о жаққа енді шашым өсіп барды, ала салам ғой, фигня дедім. Сөйтіп Анкараға бардық, Анкарадан Искандер дейтін қалаға барды, Искандерден Килис дейтін бір, қала ма, ауыл ма бір жерге бардық. Анау Сириямен граница. Ар жағында Сирия көрініп тұр, 4 километрден арғы Сирия. Сөйтіп шашым өсіп кетті, съемка басталды, шашымды алып алайын дедім да. Бомба бірдеңе болып жатыр ма, бычысып. Салют. Жоқ, ондай тып-тыныш пока. Сөйтіп анау базардың жанында бір парикмахерскийға бір өтіп кеттім да, полный бір қарап шықтым, қайсысы нормальный екен деп. Енді ақша бар болғанда да өз жерде андай бір қатты қымбат емес та, қанша қымбат болса да. Сөйтіп айналып келдім да, осы дұрыс ау деп біреуіне кірдім ғой, көріп. Оны қалай өлшеп жатсыз, сіз оны күшті алатын алмайтын? Менде метр бар ғой. Шыққан адамдардың прическасына қарап жатсыз ба, қалай жатсыз? Шыққандан нормально деп қарап отырсаң, қазір тағы біреу шықсын деп па. Жоқ, андай ғой, енді анау біздегідей ғой, жазуы қалай нормально. Мына вообще салонның ақшасы бар ма, вообще маркетингке. Маркетингке алданамыз ғой, по-любому. Бір жеріне кірдім, бір жерінде адамдар көп екен, мен түрікше білмеймін, оларға түсіндіруім қиын болады. Қой, мына жерге кірмей-ақ қояйын дедім, тағы бір жерге айтып, бір жерде бір адамдар аздау екен. Кішкене күте тұрдым, барып отырып едім, біреулер шашын алып жатыр, мен отырдым, шашымды алды,
и мен обычно осы жақта шашымды алдырған кезде отырам да айтам да бірдеңе ойланып отырам или ұйықтап кетемін бүйтіп ояттыңыз да нормально деп нормально да жүре бересің ғой шынымен де. Ал ана жерде басталғаннан бастап мен уже қате екенін білдім да, себебі ана басыма себеді ғой бүйтіп себетімен алып бастадым ғой. и ана су бетімнен ағып жатыр да. почти бетке себілді ма? Уже ананы бар ғой бір төкті ма ананы? тазик па бірдеңе әкелсе мен басымды сала салғаным удобно болып тұр. Не мына су дейтін кетті ғой кәдімгі. ұйықтатпай ма? Быч и анаған Қазақстанда болсаң брат деп бірдеңе деп айтасың ғой. Ана жерде мен ана Юсупке не айтам? Ладно, Алла деп көрсін. Сейет деп бастады. Сөйтіп бастады, айтып қалай болады екен деп. И ана жерде шаш алып отыр айтты, бірдеңе қысқартты. Менің шашым осындай болған. И қысқартқан кездегі ана турецкий сериалдардағы бір чорт өнер дейтін біреу болады ғой. Бля, сондай болып шықтым ғой мен ана жерден. Шашым деген прическа аты бар ма? Шашым мына жері ғана ортасы ғана көбірек. Бұл ашатыкыда сөзіңіз өтпей ма уже? Жып-жылтыр қойғандай, қатып тұрған андай ше. И ана жерден шықтым да сразу, бля, не істеймін? Анамен 50 адам жүрген площадкаға баруға желание жоқ. Сразу сол жердегі базарға бардым да шапка іздедім. Өскен шашыңыз әдемірек қой, алынбаған. Солай жүру керек еді ғой лучше. Шашым өсіп кетті деп жүре бергенім жақсы еді ғой мен. Қажылыққа дайындалып жатырмын деп алып тастап шашыңызды дейді. Жоқ. Ана жерде Жоқ. екінші проблема енді шапка іздеу керек. Ол проблема дейтін нәрсе маған көп кепка дейтіндер жараса берейін. Басы сондай бастар болды. Ал енді анау нормальный кепка ізде бүкіл Турциядан болды, жаңағы келес дейтін қала ғой. Жоқ қой. Вообще жоқ. Нормально. И бардым ана жерге өнер болып. Өнерге келетін бар ма? Үлкен қаласы емес, бір кішірек ауылға ұқсайтын жерде ғой. Иә. Кепкасы. Сосын ағаш деген сияқты жерде. Бірақ мен ана жердегі съемкада жүрген түріктерге ұнадым деп ойлаймын. Өзіміздікілерге ұнамасам да. И сразу әйеліме фотоны жіберемін ғой, мынаны қарашы десем. Сол маған хозяинға айтып береді ма? Сол маған жаңа өнер дейтін қойып берген. Өнерге ұқсап тұрсын деп ғой. Өнер адам болып барып, оны айтыңыз. Ал бастап бердім. Давай! Так, бастаймыз ба? Дархан ағамыз бізде айтпақшы редактор болған, бәрімізге. Ой, мен не болмадым. Мен официант болған. Ана сөзіңізді білесіз бе? 2017-те ең бірінші сіздің алдыңызда бардық қой біз, редактор болған кезде. Алдыңызға барып бірінші рет КВН ойнап, жаңа не қылдық қой. Енді сендерден жігіттер КВНшік шықпайды, ренжімеңдер деп айтып едіңіз. Шықпады ғой сол. Негіз дұрыс айтып, не? Соны дәлелдеп жүрміз осы тұрғанда. Молодец. Мен сөзімді жерге қалдырмаймын. Тырысып жүргендерге. Сол сөзге лайық болайын деп жүргендерге. Ойнайын дейсің, еске түсіп кете береді. Ол қай жыл ол? 2017-те. 17. Тасбақа деген шуткалар ойнағанбыз. Жатып алғандай, тұра алмай қалған тасбақа. Өздерің кінәлі болып тұрсыңдар ғой енді ол жерде. Пранк қой негізі. Соны қазір ойнаңдаршы. Ойнап қойсын. Бір көрейінші, неге арман шутқысы? Тасбақа дейтін интересно маған негізі. Маған ұнайды тасбақа. Сен ойнап көрші. Сөйтіп сол болды, басқа не айтам. Қайттым ба? Оқиғаларымызды бастайық, Диастан бастайық. Неғып мен бастай берім. Ондай да бар ма? Ондай жоқ қой. Ретретінен бастаймыз отырған. Диас дейді, болды ғой айтасың ғой. Болды ма? Көрермендер, сендер комментарийға жазыңдар, кім бастасын? Лайв форматта отыр ма? Біз күте тұрамыз. Жағдай бір қызық болған. 2014 жылы колледжге түскен кезде. Дұрыс қой, қызығын алып келеді. Қызығын алып келе ма? Колледжге түскен кезде бірінші курста Татаво аңқаумен ағылшын апай телефонды ұрлап алған ғой, короче. Сені? Оқушынды. Оны мен кейін білдім, короче. Сенің аңқаулығың емес қой. Ана ұрлықшылығы ма? Ана 5S болады ғой, золотистый, который ең бірінші хит болған. Сондай ұстап жүрген кезіміз ғой. Сөйтіп 25 майда аласың деп. iPhone 17-лер шықпаған, 25 майда аласың деп сөйтсең колледжде жоқ па екен ондай.
ол НТ емес па? НТ-да тартып алғанды сен шатастырып отқан жоқсың ба? походу сондай ғой деймін. Ұрлап алды. Сөйтті да ұрлап кетті басында. Мен ана қымбат екен, қымбат қой енді ол кездер. Сөйттім да заявление жазам ғой. Заявление жазам, білмеймін маған тауып беріңдер. жоқ қалай ол неде универдің ішінде ұрлап кетті ма, қалай болып кетті ол? Колледждің ішінде, короче, неден кейін қоңыраудан келсем, жоқ, неде тұрған. Просто Иә, партаның үстінде типа. мен ұялмаймын деймін да. Пеналдың ішінде бар еді бір пенал дейтін нәрсе, iPhone 5 болған. иә. Ана қыздарда күшті еді ғой пеналдары ше андай. Бірінші курста ба? Человек-пауктың Иә. Енді білмеймін, Іші жазу болып ататын еді ғой. біздің кезімізде андай қалбыр сияқты болатын, анда темірлеу ше андай. иә. Ашылатын, сондай болатын. И ол жүрген кезде сылдыр Иә. и ол содан майысады, сөйтіп жоқ болатын ғой. Бізге желательно пенал ұстамаймыз ғой енді. Партаның андай тесігі болса болды сол жерге қойып. Бар болса бірақ ол. Сөйтіп басында ұялып оттым, короче. Заявление жазғансам, нелеу шығады, бірақ қойшы, дүние ғой дедік та. Басында дейтін ол қанша уақыт? Бір-ақ минут сол. Сөйтіп та сразу заявление жазып, еще кеп ровд-ға алып кетті ғой мені. ровд-ға бардым да осындай деп тұрады. Еще Телефон қайда? Сен қинасың. Есіңе түсір деп. жоқ, бүйтеді, маған жауап жібермекші болды олар. Сен ложный вызов жасадың дейді, короче. Ложный вызов, ешқандай не жоқ. Білмеймін, онсыз да сен телефоның жоқ шығар маған дейді, короче. Қума ұрлап алды десем. Қалай ложный вызов жасаймын, телефоным жоқ қой дедің ба? Сен қалай звондадың егер телефоның жоқ болса? Сөйтті да түнгі 12-ге дейін мен алып отты ана жерде, короче. Түнгі 12-ге дейін. Нешеден ғой ол, смотря. 11:30-дан болса 12-ге шейін нормально отырып тастайсың да. Жатсың. Иә. Сен ана басын айт, сосын соңын айтасың. Сабақтан алып кеткен уақыт қой, обедкі уақыттан. Обедкі уақыттан алып кетті да, сонымен ровода да түнге дейін жаттық примерно, 12-ге дейін жаттық. Сөйттік тағына бір кезде көзім ілініп кетті. Негізі жіберген ба? Сөйтті да айттым, бір звондап алайын дедім. Мамаға бір звондап алайын. Адвокат сөйлемейін Сен дедің кім ба? тапқан жоқпыз ғой. Сен тапқанда звондайсың. Сөйттік та мамаға звондадым, осындай менде телефон жоғалтып алдым, заявление жазып, мен өзім ұстап отыр, анау таныс тауып беріңіз осы жерден дедім да. И ана Құтқар мені. жоқ, колледжге барыңыз деймін ғой, колледжге барып та не қылып беріңіз деймін. Ертесіне мені үшке қарай шығарды, короче. Неге қарай? Үшке дейін кім келді ғой? Кураторымыз келді, короче. Қасында несі бар? Сол үшін ба жұмысқа тұра алмай жүргенің? Андай күндізгі 3-ге дейін ба? Жоқ, түнгі. Түнгі 3 сағат қой, онда нормально. Сөйтті да кураторым келді, қуанып кеттім, короче. Пижамамен. Куратор. Не болды? Кім деп. Сөйтті да қасында жас апай бар, жас апай жаңағы ағылшыннан беретін апай ғой. Ол сол күні бізге сабақ берген. Екі қабат болып қала бердің ба? Сөйтті да, Диас, сен жаңа телефонын сен ба іздеп жүрген деп андай жаңа ғана жоғалтып алған адам құсып әкеп бере салды да. Сөйтті да босатты бізді. Босатқаннан кейін ана кісі бір өтірік айтпай бір аптадан кейін ба жұмыстан шығып кетті ғой, короче. Походу соған қарағанда басқалардікінде ұрлап жүр ғой деймін. Сондай бір оқиға болған, кішігірім оқиғаша. Базар жоқ екен сенің, әлі апай дейсің бірақ, әлі апай деп жүргенің базар жоқ, ағылшын апай деп ше. О апайдан тек ұрлық үйренесің ба? Не сонда ол Ағылшынша. Ой, анау осындай кездерде де енді айтып қала берейінші. Қысқа оқиғалар ғой жалпы. Ұрлық дегенде бір менің басымнан, өзімнің басымнан өткен. Андай болды, мен мектеп емес, енді даже 91-ші жылғымын ғой енді. Ол кез где-то 97-ші жыл ма екен, 96-ші жыл ма екен, жоқ 96 емес, 97-98-дер ғой сол. темір пеналдан кезі ғой. Иә, сол кездері. И ол кезде доп алу дейтін өте үлкен роскошь болады. Өте. Ол бүкіл ауылдың бір көшесінде бір доп болса бар ғой, болдысың ғой сен. Күшті ғой негізі. 22 адамға бір доп қой. Иә. Бүкіл ауылға бір доп жарайды ғой. Германтин деп айтатын ба сол жерде? Иә, резиновый германтин деме, германтин ба не? Германтин. Кожаный доп деген сұмдық болатын. Сөйтіп біздің көршілер доп алды, короче. И ол Мындай доп болса. Теннистің добы ма? Ол футбольный емес, баскетбольный. Білмеймін неге ондай баскетбольный болған.
біз баскетбол Ауылға не керегі бар ауылда, деймін, баскетбольный доп. Мен даже- ауылда баскетбол деген сөзді өзі 3-4 ақ адам біле ма? жерге ұрсаң былай шығады. анау не ғой досым болатын көрші Жасұлан дейтін. Сол бір күні айтып жүрді. Қолмен футбол ойнайық та, қолмен футбол ойнайық. Мен түсінбейтін неге ол қолмен десем, андай салатын ше қолмен. Ол баскетбол ғой. Қойшы баскетбол деп атылып. Деп сондай ғой жаңағы. Ондай А, емес, ол спортқа мынандай ат қойды ма деймін. Сенің айтқаныңа жауап бердім. Сөйтіп аналар доп алған, көретін постоянно ойнап жүретін. Бір күні өз үйімнен шықтым да, сәл бір 4-5 үйден кейін менің ата әжемнің үйі болатын. Сол жаққа қарай шығып ем, алдымда жаңағы доп жатыр ғой далада. Аналарды қарасам, сәл алыстау жерде жүр ғой. Ойнап жүр, мен бірдеңе істеп жүр. Ана допты алам да қашам ғой жаққа. Допты алам да қашам да үй жаққа қарай жүгіріп баратын. Мен қазір аналар мені Ойнап әкеп тастадым. көріп, Үй жаққа дейін биіп кетті. Баскетболында. үй жаққа кольцоға салып қайтамын. Үй жаққа қарай жүгіріп бара жаттым да, андай есіме түседі. Қазір мыналар іздекесі үйден тауып алады ғой дедім да. Үйдің маңайында басқа жаққа шығып. қышыма дейтін шөп болатын, білмеймін басқа жақтарда бар ма жоқ па. Анау ұстасаң шағат. Қатты шағат прям Шөп іске шаға ма? Крапива деген ба? Крапива ғой. Ананың жаңағы жерде қазір осы Алматы жақтарда көремін, кішкентай ғана ғой, қысқа мынандай. Аналардікі кәдімгі үлкен 2 метр 3 метр крапивалар болатын. Ағаш сияқты өсіп тұрады. Соның ішіне лақтырып жіберемін ба. Өзіңіз де ала алмайтындай ма? Жоқ, мен айту біреңе қылып алып аламын ғой. Қасынып жүріп Сөйтіп ем, лақтырып жіберіп бүйтіп қарап ем, аналар жүгіріп келе жатыр ғой, короче. Олар ағайындылар 3-4-еу. Громовый. Доп қайда дейді ғой, білмеймін, доп алған жоқпын. топ суға кетті. Сен Бала кетті. көрдік қой, жаңа сен ана жақта допты алдың да біз ана жақта ойнап жүргенде сен алып қаштың. Жоқ, мен емес ол. Қышытпай Мен әлі. емес, сөйтіп ана ағасы не істеді да, жаңа көрдік, сен лучше айта сал қай жерде екен. Ана жерде жатыр дедім, короче. Соны өзіме алған. Ананы ал енді бар деп. Ол енді Үлкен жігіттер ме олар? үлкен болғанда енді менен бір 2-3 класс жоғары жоғары. балалар ғой. Где-то үш оқиды ма екен, 4 оқитын балалар ғой. Братандар ма? Братандар. Тұрып беретін братандар ғой. Сөйтіп алғаным бар, ұрлық деген міне есіме түсіп кеткен нәрсе ғой. Ұрлық түбі қорлық екенін кәдімгі айтатындай оқиға екен, шынымен анау қышыма дейтін шөп өте жаман шөп қой. Кетсе бар ғой, кәдімгі ара шаққандай біраз ауыз Қуат. бір нәрсе ұрлайтын болсыңдар, ояққа лақтырмаңдар дейсіз ғой. қышыма дейтін шөпті айта кетейінші тағы да. Сол именно біз Ұржар жақта тұрдық. Сол жақта бір қатты сондай өсті. Бір дос балам, екеуміз велик теуіп келе жатырмыз. Сөйтті да, ана кішкентай бір адамдық жолда айналасын бәрі қышыма. Ана тар көше. Екеуміз великпен келе жатырмыз, ол менің алдымда келе жатыр, мен артында келе жатырмын. Сөйттім да, мен тоқтадым да, ана жерден жаяу шығайық та дедім. Өтіп кетемін мен деді да, бүйтіп шықты да, жүре алмай қалды да, қышыманың ішіне құлады ғой, короче. Ё-май, анау дейтін вообще. Екі қол жіберіп айтаған жоқ па? Анау өте қатты ауырады. Сөйтіп қышымамен шағылғанбыз. Қышыманы не екенін білмесеңдер жаза кетті. Андай күтіп қалдым жегенше. Қышыма жайлы айта кетейінші. Қышыма ауруына ем бар деп. Қышыма жайлы айта кетейін. Маған қызық болғаны, Дархан ағаны жаснар ретінде танисың, басқа танисың, сценарист ретінде танисың. Ауылда сізді ана қалауымға келген жігіт емес пе деп таныды ғой. Ана мен сол жерде қалауымда отырған кезде, қалауым ба атағандай емес. Жоқ, қазіргі басқа аты. Қосылайық па сондай. Жайма брат дейтіндер келді ғой, шапшыңдар. Сіз бардыңыз ба сояға? Жюри болды күменге. Мен Сол проект жоқ дейсің ба сол? тұрақты жүреймін ол жақта. Сол жақтың Марат Достаев. Енді ол жерге бару керек болды. Кішкене бір-екі қалай айтсақ болады. Жоқ, сфера ауыстыру. Жоқ, сфераны ауыстырмайсың ғой. Сферасын ауыстырып кішкене бір деградация келісім солай жасау болды. керек болды. Сонымен бару керек болды.
маған ұнап қалды. Бір екі қыз ұнады ішінде деп. Ол жақта сіз жюриде отырдыңыз, иә? Жүреді. Еще КВН емес ол. КВН ойнайтындар басқалар. Иә. Ол жақта КВНде басқа біреулер отырады жюриде. Неужели ол қосылайық та за кулисами бір қызық болған жоқ мысалға анандай адамдардың арасында? Мынандай қызық. Бірден ба? Жоқ, ол жақта қызық жоқ. Бар отырасың, Самира дегендермен. көрінбейсің, Самира ол сен осы жерде отыр деп, короче, қатысушыларға көрінбеу керексің. Жоқ, мысалы Араласпай біреуді қойма, сөйлеспей ол жақта фанаттары қатты ғой олардың, әрқайсысының. Иә. Андай не болған жоқ па? Хейт па? Неге сен Хейт біреуге болды. төрт көтересің деген сияқты бір. Өте көп болды. Сен неме дейді? Кәм неше түрлі ауырлы сөздер болды, бірақ который мен не айтса да жүрегіме қабылдамайтын сөздер. Жаңа сен суайт екенсің, сен чорт екенсің. Сен адам емес екенсің, сен бірдеңе кәм қарғыс тілегендер де Бірақ болды. ол жерде не істесеңіз де сондай кетеді ғой Иә, по-любому. ол өйткені ол шешім сөйтіп шығарылу керек. Ол мен андай бәріне 10 балл көтеру керек болса, бәріне көтеріп шығады деймін. Бұл жерде үйтілуге болмайды да, біреуіне 1 балл беру керексің, біреуіне 2 балл беру керексің, сөйтіп 10-ға шейін ғой. бөліп беру керексің 10 Сен балл. бәрібір бөлу керексің ана қалай болсаң да. Бәрібір біреуге бір бересің по-любому, иә. Иә. Қанша жерден бір қойдың немесе Соны түсінбейтін адамдар жүр ғой, иә, иә. анаған беруің керек еді. Негізі ол жерде балл тек қана бір болу керек еді ғой, иә. Бір болса жақсы болатын еді, бәрін 10 қой көтеріп отыра беретін, сендер күштісіңдер. Дайындық керек жігіттерді. Жоқ, негізі жаман емес ол жақтағы. Тағы бір андай бір ыңғайсыз жерде жюри болып көрмегенсіз ба? Жайдарман емес бір қысымы, Жоқ, ондай жерлерден мен негізі қашам ондай жюри болу, қазылық етуден. қазылық ету дейтін нәрседен. Барынша. Бірақ андай бол кезім болды. Біз жаснар болып жүрген кезде біз өзіміздің ойын қалай айтсақ болады, ойын кезіміздегі қатты пигіміздағы кез ғой. Формада жүрсіз. Формадамыз, қатты популярный кезіміз. Өзі бір колледж бізді выпускнойға шақырды. Выпускнойға біздің кәдімгідей ақшамызды беріп, нормальный ақша берді. Сіздер келсеңіздер, біз колледж болып күтіп отырмыз сіздер. Сөйтіп барып келіп ойнасаңыздар да хорошо деп сценарийді реттеп бардық. Қанша минут ойнадық? Где-то бір 10 минут, 15 минут ойнаған шығармыз. Вообще кәм, түртпейсің ғой, вообще кәм. Нөл эмоция, нөл. Неге? Прям нөл. Біреу хотя бы жартысы күліп атса екен нормально, нөл кәм. И ана ақшаны алып алғанбыз, біз ана жерде еще актив залда болып отыр, сол жерде біз былай арасымен кіріп, сахнаға шығып ойнап, и обратно шығуға ұялып тұрмыз ғой. Мынау выпускной қашан бітеді вообще. Бірінші шуткадан кейін біреулер арттан есік жасап жатыр ма өзі? Сөйтіп шығып кеткен, выход іздедік. Шынымен қалай шығып кетуге болатын? Жоқтыққа өздеріңізді мускулаңыз әдемі еді ғой. Далада болған оқиға. Сахнаға шығам дегенше олар күшті қарсы алып тұрды ма? Ой, күшті кәм, жасынар, уады. Сөйтсек, ол үйтіп танымал болып барудың қажеті жоқ екен, себебі шуткілерді біледі олар. Полный шут. Иә, ол кезде уже басқа шутканы алып беруге біз қайдан білеміз? Бірінші рет популярный болып тұрмыз. Бірінші рет и соңғы рет популярный болдық қой сол кезде. Сол колледждің арқасында дейсіз. Сөйтіп костюмымызды шешіп, ақ футболка, ақ көйлектер көп қой, солардың арасымен айтып өттік қой. Колледждің баласы. Содан бастап сол колледждің алдынан ары бері машинамен өткен сайын сол оқиға есіме түседі. Қатты триггер етеді деп ауыр болып қалсын. Өткен сайын балалар битіп қарады. Жаман қарап тұра ма біреулер? Әлі бітіре алмаған ба? Выпускнойдағылар әлі тұр. Кезінде мешфакта біз ойнаған кезде бізге қатты серьезно қарап кетіп едіңіз ғой, білесіз ба? Жюрилікті жүрегіңізге қабылдап. Өкпен көп екен Айтып қалайық. Жюрилік деген есіме түсіп жатыр. Сіз бізге квайшік болмайсыз. Күнделігіне жазып отырған сияқтысың ше? Сонда да братан біз чемпион болдық десем ше мешфакта. Жоқ, мен өзі андай ғой, жақсы көретін командамды барынша қинауға тырысамын. Мен өзім кезінде, өз редакторда отырған кезде Голд дейтін команда болатын өскемен, мен жақсы көретін Оралдың балалары болды. Оларды қатты қинап қойдыңыз. Командасының қалай? Ерден. Жаңа толқынды, жем сағыз жақсы көретін. И оларды барынша қинаған сайын олар шығаратын наоборот. Осы жерін сториске салады олар енді.
Сендер де сондай болдыңдар. Сендер барынша қинаған сайын андай шығарып алып келесіңдер. Кейбір команда андай сынап көресің, қинап көресің, и ертеңде жоқ болып қалады олар сразу. А онда ойнай беріңдер, ана шүлдіклерің бар ғой, соны ойнай берсіңдер дейсің, болды. Наоборот, ол команданың жақсы болу үшін ең бірінші басында резко қинап жібере салған жақсы. Сол кезде шутка шығару дейтін нәрсені вырабатывать ете алады команда. Әйтпесе мынаулардың нормальный десе, ол білмеймін ғой мен қайдан жинап алып келгенін. Бір анадан сұрады, мынау бір жерден сұрады, болды сөйтіп құралып кетеді. Тасбақа деген сияқты ғой жаңағы. Иә, тасбақалардың үшеуін әкеліп тұра салады ғой. Тасбақа. Соны бізде екі деп кетіп қалатын. Көптен соны бізде ойнаған бір бала алып тасбақа болып жатқанын ше өзінің инстаграмға пост қылып салғанда жерде жатқан мен деп жазып қойған ғана. Мен көтерілдім деп па. Қазақ концерті алғаш рет ойнаған ба? Сол Ернардың бір оқиғасын осы жерде бір тыңдап жүрейік. Мен Ернар қайсыз ғой? ой, Ернар жақсы тайым ғой. Мен энергияны жақсы тайым. мен андай оқиған болған Айрат еді ғой, білесіз ба? 18-ге толасап Бәрін ұмытыңыз енді. мен 18-ге толасап өзім права алдым да и бірінші машинамды өзім алып келдім. Боқтауға права алдым. Өзім Шымкенттен алып келдім бірінші машинамды. Папам ақша берді, сонымен алып келіп түнгі 12-де әкеліп азанғы 8-де соғып тастағам ғой. Қандай маркалы көлік еді ол? Opel Vectra. Оны да андай Шымкенттен әкелуге Соғатын ба? Шымкенттен басқа не әкелесің? Opel әкелесің. Либо Авдус әкелесің, либо Opel. Қай Opel дейсің ғой просто. Шымкенттен машина алып келіп и соқтым, и нормально болып қалды ана. Осылай капот осылай тұру керек екен ғой бәсе. Әдемі машина болып қалды ма? Соғылған мәшинелер әкеле ма? И оны соққанда да мен андай бүйтіп осознанно соқпағанмын ғой. Баяғыдан ғой сә. Тама сәл. Ешкім осознанно соқпайтын машина. Біліп жүр. Мен саған бір құпия айтайын. Білесің ба, білмейсің ба ол нәрсені ешкім әдейі соқпайды. Байқаусыз да болып Ай осы соғылайын деп ешкім ойламайды ғой. Жоқ, папам Бүгін машинасы. соғылатын күн. Бүгін соғылатын күн болып тұр. Далада тұрғанға да күшті ауа. Гаи күткенге как раз кайф. Жаңбыр жауған ғой азанда ше. Сонымен мен эстодан шыққанымда анан жынды болып бірінші машинам ғой, опыт жоқ. Праваны сатып алғам. Сөйткенде бас келіп ручник тарта салғам ғой трассада келатып. Сөйтеді де машинамды сайға түсіп кетеді. Сайдан екі стол болады. Сол екі столдың ортасына қадалып қалады ғой. Өзің ақтасың? Өзім ішіндемін ғой машинаның. Айдап отырмын ғой. Екі столдың ортасына қадалып. Екі столдың ортасына жаңағы Ортасы ашық. өтіп үлгерген жерде ғой. Сонымен екі стол болады ғой, мен ойлап тұрмын, конечно, өтіп кететін шығар. Сөйтсем қадалып қалған кезде ана ортасында не бар тағы? Тура солай ойшым. Өтем дегенде именно байқамаған Басында пландап келген ғой. Оқ деп өтем мына жерден. Мына жерден өтпесем Осы күнде өтіп жүрмін. Өту керек еді бір. өтуші жаман Ең қызық ал- жер. оң жақ стойка кетіп қалады машинаның ше. Қайда десем. Үшінші столб болып тұр ба. 15 минутта біздің нем папа келеді, папа гаи келеді, гаи келіп та келетіндей қай жерде жоқ. Ашу Райымбектің ішінде ғой. Мынау Үй жақта. Неге ручник тарттың? Ол занос жасаймын деген ба, бүйтіп қалып. Ол ручник тұрса істемей қалады ол машина. Соны Тағы бір құпия айтайын. сен өзің опытың жоқ, бірақ аны тартып Иә, тұрсың. тартып жіберемін, бүйтіп барып түзеп аламын деген ба, оны әлі білмейді үйдегілер. Гита ойнап шыққан ғой деп. Осы істеу керек. Не болды дейді, самоторможение болып қалды машина деп, самоторможение болып Шымкенттен кетті. аман есен айдап келіп Алматыда екі столбға соғып жүрсің ба? Таңғы еще азанда ғой. И мен тәтем недавно тұрмысқа шыққан ғой. Шымкенттен кейін ғой көрдіңіз азанда деді. Тәтем де Әпшем. недавно тұрмысқа шыққан, иә. Новый құдалар келеді ған жақта. Ё-моё, папа айғайлап жатыр, ана құдалар келіп жатыр. Шығар қызды. Не мынау? Машиналарың ана столдың ортасынан өтпей қалды, болды шығар. Гаиге бычт болып жатыр ғой, ё-моё. Сонда 10 секунд қой бүйтем тартам жіберем деп ойладым, кетті бычт болып. Содан кейін 18 жасында тәуіпке бардым. 22 жасқа дейін машина Адам айдауға 18 болмайды жасынан деді кейін дұрыс стол керек қой негізі. 22 жасыңа дейін машина айдауға болмайды деді. Содан кейін Лишенияға кетеді деп сұрамай. тәуіп лишениеге жіберіп ғой. 22 жасыңа дейін машина айдауға болмайды. Или ручник тартпа. Айдай бер базар. Десе. Ну, ана машинаны 25 мың теңгеге жасап шықтым ғой. Жоқ, тәуіпке неге бардың сонда? Білмеймін ғой не ақпаратым. Вообще андай
машина соғып қалды. Білә тәуіпке ұрып. білмеймін не үшін барғанын білмеймін. Есте болмады ма? жоқ ол бірдеңесі бар болған үшін айттың ғой сен. Сондай болған ғой деймін, по-моему, сол кезде ше. А, типа Көз деді ма или білмеймін ғой. Көз или ручниктан ғой. Анау Opel. мына балаға көз тиген или ручник тартқан осы екеуінің біреуі. Жоқ, менде андай болды да, андай машина салып тастай берген ғой. Историяға салып тастағам, WhatsApp-қа жіберіп тастағам, сондай болды да. Сөйтсем, сол кезде ана Opel'дің есігі 3000 теңге тұрады екен Алматыда. Сондай история болған. жинап құрастырып алсаң болады екен ғой машина. үйдегілер әлі білмейді. Папаң келді ғой жаңа гаи. Ручниктен екенін білмейді ғой, сама торможение болып қалды дедім. Мен сұрақ Бүгін таяқ жейсің. мына эфир шығады ғой, эфир деппін ғой, осы выпуск шығады ғой, таяқ жейсің сен. Бергеле деп бастаса. Қанша жыл өтіп кеткен. бәсе кім тартты ручникті де қойып папасы сөйтіп жүрсе. Машина ашсам ручник тартып. Жүрш барайықшы деп әлі тұр да машина столы да. Жасап қойды ғой. Жасап қойды 25 мыңға, иә? Енді қара, сол уақыттан бастап қанша машина саттың? 150. Шамамен. 150 примерно. 150 машина айдадым өзім. Пирожки ұқсатып. Сол кезден бастап 150 машина айдадым осы күнге дейін. 150 чехол ауыстырмағанмын телефонымнан. Мен Айдосаға отыр ғой. Андай болған менде. Өстірі. Менде андай болған. Енді ойлайсың ғой, мынандай ғой. Мен гелен асам деймін. Ол сізге қатысы да болмауы мүмкін просто. Қатысы жоқ. Айдос фотосын шығармаймыз, бері қарай шығып камераға көрінде қайтып кетесің. Мен жеңілдірек. Мен машина сатқым, мен гелен асам, ойлашы, гелен алам деймін, редакторға қарам. Кесіліп қалып, настроением түсіп қайтсам дегім, сондай болды ғой бір ойында. Гелинмен кесілдің, ә? Иә. Ниет осыны келген ғой. Бізден емес екен. Сондай болды ғой. Осыдан екен. Осыдан кесіліп барыз. Желание бар ма? Гелинмен кесілуге мысалы. Смело. Вообще уайымдамайды. Сен интересный адам екенсің, негізі ше, бір әңгімелесетін адам екенсің. Бірақ сенің айтқан әңгімеңе біраз сұрақ көп туындап қалады екен да. Жарайды, қойшы дей салады екенсің. Мәшинеде әңгіме айтпау керек бірақ. Сондай болған менде. 150 машина дейсің ба, базар жоқын. Қайсысы енді, айтшы, осы уақытта 150 машина. Ең потолок машина қандай? Осы күшті машина деп айтыңдаршы. Осы күшті машина дейтін. Иә, в любом состоянии. Ескісі де, жаңасы да, бәрі. Мен осы машина 150 машина ауыстырмаған ғой. Ойланып отыр ғой. Не ғой? По-моему, Лупарик қой. Лупарик 2000 жылғы, 2001 жылғы сондай. Мен білмеймін, айда көрмеппін ол машинаны. Сон. Әперші деді. Но андай рахат, оның ручнигі жоқ десе. андай айтады ғой, тестостеронды көтеретін машина дейді, геленді айтады. Андай бағылдап жүреді кәдімгі. Содан шыққан ба? Тестостерон көтерілгені ма? Гелені бар деп жүре берсем болады екен ғой. Сондай болған. Гелен дейтін сөздің өзін дұрыс айтпай жатқан сияқтымыз біз ше. Жараспай тұр ана сөз ше бізге. Гелен деп бірдеңе қылып жатыр ғой. Келін болып кетіп жатыр. Ескі болып елестетіп тұр ғой біздің ауызда. Пенал деген. Менде бірақ андай не болған, случай болған. Бір күнде Оқиға емес, иә? Иә, оқиға. 4 сағат, 5 сағатта 2 миллион теңге тапқам. Сол машинамен. Қызық болған. Ұзақ болып кетеді деген бастайын дедім да. Бастайын дедім, ұзақ болып кетеді деген. Жағдайымызды айтамыз ба? Отырып. Не абайтын біле? Өткенде бір джинсы алған. Қойшы! Айтайын, чөмна сен ауыстырмадың. Замогын тартпай қалам ғой, короче. Замогын тартып қалам ғой. Базар қызықсыңдар жігіттер. Күлкіден өлтіресіңдер. Көлікпен бір оқиғалар болмаған ба? Көлікпен, көріпкен. Осыны бітіреміз ба? Көлікпен не оқиғалар болды? Сонымен көлікте. Көлік емес, мен қайықта болған. Көлікпен болған десе. Қайықта болған, яғындай пароход дей ма? Арасында мән беріп қойыңызшы, Ернарға ше. Оған реакция беріп отпасаңызшы. Реакциясын беріп тастап отпасаңыз қоймайды.
қарап сіз отпасаң максимально андай білмеген адам ұқсап отырсыз ғой біліп отыру керек қарап отпасаң болмайтын әңгімесін айтып келеді. біздің күшіміз жетпейді. Қайықпен болған ба? Иә, қайық болғанда үлкен анау. Яхта ма не дейді ана? Дәу. Сол жерде білмеймін бір жерге баратырық. Сөйтіп бір Роуз дейтін қызбен танысам отырсыз. Титаникке бастасам. Ойнап алам бірінші. Машинамен андай нәрселер енді не айтамын. Көлікпен соғылған, бір авария болған болды, онда қызық емес. Бүйтіп қапты, бүйтіп соғылып қалып. Настроение Не айтасың? оқиғалар ма? Үй жақта стоп болмайтын особо дейді. Бізде анау 2019-да Суперлиганың финалында ойнайын деп отырық та. Полфиналында ма сондай. Қайықпен көрініс бар. Қайықта 3 адам отырады да, 2 адам қайықта, джин бар ортасына шығатын. Сен ол джин. Иә, мен джин. Сөйтіп Елнұр деген біздегі жігіт бар. Есерсоқ жігіт. Перваштарына жасатып отырмын. Қайықты ойындамаңдаршы. Қайықты ойындамаңдаршы да реквизиттеп жүр ғой, короче. Фотосын көрсетті. Ойын күні. Болды, әдемі ғой дедік. Гемпрагонға келеміз. Мынандай қайық келді ғой, короче. Осындай қайық. Бір адам ғана сиятын ба? Бір адам сыймайды, бір адамның бір қолы ма? Қырынан тұру керек па? Қырынан. Сөйтіп, сол жерде тапқырлығы ғой енді жайдарманшылардың. Бір команда балкон туралы ойнайын деп жатыр да. Сол балконын алып, соны қайық қып, сөйтіп ойнап шыққанбыз әйтеуір. Есімде ол. Иә. Есімде. Ол қызық болу маңызды. Қайық демек сіздер негізі балыққа қатты қызығасыз ғой негізі. Иә. Балыққа продуктіге қанша ақша жаратасыздар ғой сіздер? Көп. Где-то 30-40 мың теңге. 30-40 мың. Нормально екен. 30-40 мың Бізде бір бала бар, который 70 мың теңге жарататын ше. Ол Қайда- құр продуктыға Иә. адам жейтін. Пістемай 5 литр Тамақ пістемай алып шығады ғой үйден. 5 литр пістемай алатын. Осы жерде қарап отыр Ол- осы тұрғында. Бұрын андай бір астарға, құдалықтарға тамақ істеп үйреніп қалған. Көп адамға. Ол қашан басталды сізде балыққа деген? Махаббат. Ой, Халықпен жұмыс істеп болғаннан кейін Жақсы көретін балығым просто балам. анда случайно барып, ұнап қалып тұр ғой. Сәлемде жұмыс істеп жүріп, не істейміз, бір балыққа ма бір жерге барайық та деп, сол жерде балыққа барып, ештеңе білмейміз ғой. Жаңа қармақ қандай болады, леска, пульчонка, крючок дейтін нәрсе. Вообще ештеңе білмеймін. Просто барып, сол кездерде барып ұнап қалып тұр ғой. Сонымен кеттік. Әлі тоқтай алмай жүрміз. Сен қандай обидный история бар маған? Ол үшін бірге балыққа шығу керек шығар. әлі тоқтай алмай. Так, ана жақта 3 қойды деп отырсың, 2 қойды. Ой, балық туралы не айтуға болады? Балыққа барасың, отырасың, қайтасың, күшті ғой. Жаңағындай сіз мысалы көп адам ұстамай кетсе ашуланады да. Жоқ, ол- Ұстамай да кетсеңіз нормально кете Вообще аласыз. күшті, иә. Ләззаты ол балықты Ол ұстауда даже емес. андай нәрсе ғой. Сөйтіп қайту керек қой. Андай нәрсе білмеймін, енді сендерде бола ма болмай ма. Балық ұстайсың, ұстаған кезде қызық болады да, и ана соңында үйге қайтатын кезде сен алсайшы. Наоборот сондай болып қалады. Оны үйге апарып аршып, не істеген келмейді. Сіздермен шыққанымыз бір-ақ рет болды ғой деймін, сен алсашы деген. Жақсы демалып қайтып жүріп қайтыр. Күшті ғой. Майывка ма? Маевка болды. Тамақ істеп, Негізі күшті иә балық. басқа не жаңалық осы. Сосын көп көрермендер серьезно. Қандай корм бересіздер деп қандай сұрай Жоқ, берсеге. көп көрермендер қазір айтып жатыр ғой енді. Неге соңғы кезде қазақ киноиндустриясында комедия болып кетті бәрі дейді. Бұл да бір Соған обидасы деп өзіңіз- ойлаймын. Негізі. Халықтың обидасы. Халықтың жағынан. Халықтың обидасы. Через халық кіріп тұр ғой. Көп халықтар сөйтіп жазып жатыр деп. Мына өзің білесің деп елдің жағдайы. Қалай жауап берсем болады? Комедия. Серьезно жауап бер. Менің ойымша қазір комедиямен жеткізіп жатыр, жайлап. Сен қалай ойлайсың, айтшы. Осыны ойладым. Комедиямен жеткізіп жатыр, нені? Жаңа мысалы, қазір сіздердің Жетігүлдің өзінде комедия қызық жері бар да, но мысль тастап кетеді, жақсы мысль тастап кетеді. Бәрінде мысль бар. Жоқ, неге ол мысльді прямой драма қылып түсіріп түсіндіре салмайды? Көрмей қоятын сияқты ол кезде. Неге? Өйткені дайын емес ондайға. Сен не үшін бармайсың драмаға? Неге мысалы? дайын емес? Неге дайын емес халық? Сен не үшін бармайсың? Неменеге бармайсың? Мынаның әңгімесі менен көп тапыр. Неге бет жағы. Жоқ, анау сендер андай бір несіңдер де, анау бөлек кішкене ой несі. Но жынды десең, но жынды. Күшті ана қызық екен, интересный адам. Неге дайын емес? Сабағын Жауап
білмеймін қазір шынымен енді білмеймін ғой. мысалға өзі бастан қойды ма байқамай. просто көбінесе қызбен барады ғой енді. Может содан кейін не қыламын. Жоқ, неге қызбен? Қызбен драмаға барсаң да күшті ғой Иә? негізі. Иә, күшті. Қызбен барамыз кино таңдамайсың ғой. Мынауың күшейін деді ғой что-то. Қатты көп қойып қойды. Айтпақшы, жақында Дархан ағамыздың екінші режиссер болған фильмі шығады, Ыстық ұя деген. Барлық кинотеатрларда. Как раз осы выпуск шығатын кезде. Вот міне сол көретін кино сенің. Иә. Болды. Одан кейін драма. міндетті түрде бабай болды жібер. Бабай бол шығады, одан кейін Президент қайтам бар сосын. президент Кайтам бар. Бабай тағы не бол. бар еді? Сыйлық бар. Жылына бір сериядан шығарып отырсақ болады. Жаңа сен сұрағыңа жауап бере салайын. Ол халықтың атынан сөйлейін ба? Солай дұрыс болады ғой. Ол андай ғой. Понедельниктен бастап таң сағат 6-та тұрды. Примерно бір жігіт. Семьясы бар, 2-3 баласы бар. 6-та тұрды, 6:30-да үйден шықты, Талғардың пробкасына қадалды. Уже драма болып тұр ол жігіт. Иә, уже драма. Сөйтіп келді, Зайыбы қалаға бар келді, басында. бір жерге барды, 9 болды. Ол жерде тағы бірдеңе шаруаларын істеді, обед тамағын ішті. Сөйтті кешке обратно пробкамен қайтты, үйіне барды, үйіне барса Кешке қайтып келіп хихикая көрді. бала шағасы әйелі внимание талап етіп тұр, оған внимание бөлді. Айтты, бүйтті, кішігірім проблемалар бар. Иә, кішігірім келіспеушіліктер бар, олар шешті. Маған комедия керек. Сөйтті дағыны телефон бір шұқылап бір нормальный нәрсе көрейінші десе, ол жерде де бір проблемалар. Ана жерде бір соғыс басталды дейді, мынау бір жерде біреу ұстап алыпты дейді, біреу мына жерде заңсыз бірдеңе істепті дейді. Сөйтіп ұйықтайды, сөйтіп күн өтіп жатыр оның. И бір демалысқа шыққан кезде ол бала шағасымен мегаға барды. Ол тағы да драма көргісі келмейді, автоматты түрде. Ол ортасында жүр ғой өзі. Иә. Иә. Комедия ғой, короче. Жаңа халық дайын емес деген осы ғой, иә? Иә, осы жауап Иә, осы. сол ғой шынымен ғой. Осыны айтқым келді ғой сен. Кішкене ана былай айтқанда комедия көп, себебі халықтың жағдайы қуанышты емес деп жауап берейінші. Жақсы айттың Оны ұмыттыру керек. Жақсы айтайын деппін. Ол біз әрбір мына жерде әр адам өзінің істеп жүрген нәрсесін жақсы көріп, ақшасы жетіп, семья жағдайы бәрі дұрыс болып жүрсе, олар драмаға барады. Мен бұның жауабын білемін, просто көрермендерге. Осыны айтқым келді, үше. Осыны айтқым келді ау. Сізді андай нелер қатты күлдіре ма осы комментарийлер? Комментарийлер жыртады. Дархан ағаның қатты күлетін бір моменттерінің бірі сол. Қатты айырады. Жоқ, еще тауып алады ғой. Қатты сүйікті комментарияларың бар ма мысалға? Менікі анау болды, анау. У менікі меня боғауыз боль болды. дейтін шықты ғой. Сол кезде у меня боль дейтін. Соль дейтін шықты ғой, контроль деген. Жоқ, короче, андай болған. Бір Бәрібір ма? Айтып тастасыншы. Просто әнді айттым ғой мен. Соның астындағы комментарийлерге. Соңғы күлгенім, қатты күлгенім сол болды. Қашан шықпайды дейтін комментарийлер ғой. Бұйырса шықпасын дейді. Тесте шықпаса екен. Маған ең қатты күлгенім ана Жетігүлдің несі жүріп атты ғой, маркет прогрев жүріп атты ғой. Сол кезде андай видео болды, короче. Менің аты кім? Ұлдана, ананың аты Ұлжан, ананың аты Ұлпан деп кетіп отыр. Сөйтсе астында біреу комментарий жазып кетті. Неге бәрінің аты Ұдан басталады деп. Ұл деп Ұл демейді, Ұдан басталады дейді. Мынандай видео бар да, көрген шығарсыңдар. Мына жерде енді бір достар болып Сен отыр. Нұрбол братансың. Достар болып отыр. Нұртаймын. И жанында бір досы кішкене кемтар адамда коляскада отыр. Қол аяғы кішкене істемейді ғой. И жанында досы баянмен ән бастап отыр да. И анау жаңа та деді, анау резко шошып кетті да, анау коляскада отқан. И астына комментарий. Мынау кастет жүр мынау дейтін. Кастет жүр мынау дейтін.
тағы осылай 3-4 рет істесең жүріп кетеді. Жыртады. Бүгін жаңа ғана көріп едім, осы жерде отырыпсың. Қатты айырып қалдым еще. Анау бір ауданда поля саған ғой, кішігірім мындай неде дворларда болады ғой. Поля. Сондай саған, соның типа ашылуы ғой, ашылуы болып жатыр. Тоқаев келіп, кәдімгі не қылған ғой, Тоқаев келеді да, воротаға тұр дейді, бір кішкентай балаға ше. Тұрады да кішкентай балаға тебеді. Жай тебеді негізі, өткізіп қояды короче. Комментарияда бір елімізде тағы да бір мал өсіп келе жатыр. Ана малдың орнында негізі басқаша бір болған сөз болған. Анау тиктокта қазір сендерге шықты ма шықпады ма, бір ана тойдағы үзінді шығып жатыр ғой. Ана футболист па? Жоқ, кісі тұрады и жанында тойға жалданған әнші ғой. И берлеп айтып жатады да ән. Ана сен бақыттысың дейтін ән ғой, короче. Соны зерлеп тұрып айтып жатыр да. Көрдіңдер ғой? И астында комментарий мен қатты жыртып жүрген. Мынадан кейін бақытты болмасаң асыл бөлесіз. Асыл бөлесіз дейді. Ол неден болуы мүмкін? Қазақтардың комментарий мықты жазуы. Жоқ, ол негізі қазақтар бұрыннан әзілге жақын ғой. Иә. Бізде ауылда да анау жездемен балдыз деген әзілдер қатты ғой негізі. Еще байқасаңдар бізде Жездемен балдыз деп ана ләззат дейтін газет болатын да. Сондайтын заголовоктар. Жездемен балдыз ойнас қылды. Жеңгесін көріп, өз-өзін ұстай алмай қалды дейтін ше. Ефті саған Газеттен оқасыздар ма? Бұрын газетте болатын ол нәрсе. Ләззат дейтін газет Кеп болатын. бітіп қала ма соңында газеттің соңында? Жоқ, бітпейді кәдімгі до конца болады. жалғас телеграмда. Иә. Пойызда жолыққан жігіт бірдеңе деп, короче, сосындай. Өте анау ұятсыз газет еді да ол. Сүгірді айтатын баланы көргенсіздер ма? Ауылға да сүгір кеп көтіңді аяқ. Біздікі маған да осы керек. Домбыра қол жетпейтін жерге қойыңдар. Еще байқасаңдар біздің үйдегілердің бәрі пародияға жақын болады ғой, а? Ана бағана Сәрсенбай келді да, "Ей, ана балаларың анақта жүр" деді, ана даусын салады ғой. Сосын аржанда күләнда келді, "Ей, оларға тиіспесеңіз" деп ады, даусын салады. Анақта иті шәңкілдеп жатыр. Негізі андай Мынау емес шутка қой, емес пе? бәріміз айтатын едік қой, ауылда мынандай братандар болады, жыртады деп ше, жыртады деп. Енді ол кездері қатты бір телефонмен дамымаған кез ғой. Қазір соғанда бір екеуі жыртқаннан кейін, не қылғаннан кейін бәрі сөйтіп қышынып жазып сөйтіп кеткен сияқты. Газель айдайсың дегендерде қатты комментарий ғой, негізі просто қатты хит болып кетті да. Бірінші оқыған кезде Білмеймін оны қайдан шыққанын, неге ондай болған. Сосын обязательно андай бар ғой, дауысың әдемі ғой, неге бүйтпейсің деп басқа нәрсе айтатын шығарсың. Неге күреске қатыспайсың дей салады ғой. Күрес жақсы екен қайта. Неге күреске қатыспайсың дейтін оқығам. Ернар, сенің сүйікті комментарийің қандай? Анау Сани дейтін бар ғой. Сани дейтін бар ғой. Соның билеген видеосы шығып жүр да маған. Біртүрлі ғой билер. Сөйтіп астына комментарий жазып қойғанда біреу, "Менен қандай көмек" деп жазған. Кімнің айта кетейік та, андай кімнің қандай үздік комментарийсі бар, сол жаза кетсін да. Жаза кетіңдер, иә. Күлкілі болсын бірақ. Біздің шығарымдардың астында ең күлкілісі Ернарды алып тастаңдаршы дейтін комментарий. Ернарға қарап өмірге мотивация алдым деген нәрселер. Маған бүйтіп жазып жүрген ғой. 27 май туған күнімде ютубқа жазып жүрген ғой. Мал болсаң мал шығарсың, сен де құттықтау естуге лайықсың деп. Андай екен Рахмет. Рахмет. Сәл ашуланып барып рахмет айтатын екен, е? Қазір қандай машинамен жүрсің? Қазір келі. Келі? Ұнады ма саған? Жаңа уақыт арасында машинесі өзгеріп үлгерді ма? Сразу. Ұнады, иә, қандай. Тек редактураға бармайын ба? Сол басқа не жаңалық. Нұржанның оқиғасын тыңдап жүрейік. Мен жаңа Диасты. Диас айтып қойды менің. Екеуміздікі бірдей оқиға болатын. Менікін де ұрлатты, тура сөйтіп айтып бересіз. Диас деппін ғой. Сіз жаңа пенал деп айтып жатқан кезде есіме түсіп кетті.
мектепте в общем сендер де пенал дедіңдер ма оны? Пенал ма? Бәр жерде пенал ма? Жартылай пенал деп айтпай ма? Бірде екі пенал. апалар ма Пенальти Бізде дейтіндер пенальти- бар да бізде. Не болып? Пенальти дей салады ғой. бізде апсайт дейді ғой Апсайд. апсайт Сендер анау табель дейтін болып еді. Иә. Болды. 90 сайын барып қойды Бізде 88-де ғой. Осы енді. Барымызда, нарымызда. Жақсы, ернар шақырып тұрсыңдаршы. Анда санда бірақ. Ешкім жоқ кезде шақырып тұрсың. в общем мектепте андай линейка болатын еді ғой каждый Линейка 30-ға дейін ба? Ағаш линейка. каждый понедельник 3-ші сабақтан кейін болатын еді ғой жиналады бәрі кімнің иә үлкен переменада Тырнағы өсіп кімнің кеткен. тырнағы өсіп кетті Ананы айтсайшы. Жаңағы линейка деген кезде линейкалар ғой 15-тік 30-дық бар ғой ағаш. Енді темір линейкалар болды иә ғой. иә И маған жаман қызық болды сол линейка ше. Жоқ, темірі барлар бай сияқты болып бай көрінеді. сияқты болып көрінетін. Айта бер. мен туған күнде торт кезетініміз кәдімгі сондай болатын темірмен ше Темір. сөйтіп пайдаланатын Бізде ағашты костер қылып жағатынбыз. Понятно. сөйтіп Пышақпен не өлшейтін бізде. Сызғыштың орнына пайдаланасың да. транспортер дейтін бар еді ғой Транспортер. иә Мен осыған байланысты бір қызықты оқиға бар еді. Есімде шығып тұр, қандай екенін білмей тұрмын. қандай екенін жаза Иә. кеттіңдер Жаза кетіңдер. Транспортермен қандай қызықты оқиғаларым болды. оқиғаларым болды жаза кеттіңдер Транспортер дейтін бар еді. Транспортер и Бізде- тағы бірдеңе еді ғой. Бізде транспортермен Транспортер, андай мынандай несі ғой, домалағы ғой. и үшбұрыш болатын Бүйтіп градус өлшейтін, Иә, иә? градус өлшейтін. Циркуль. Циркуль. Қазір тек Домалақ транстар қалды ғой деп. менде сол транспортер емес транспен болған оқиға. Транспартнер ма? Трансформатор дейтін. Жаңағы қолмен футболник дейтін жігіт қой сол ғой. Трансформатор деген есіме түсіп кетті. Айта бер. зажигалканы жандыралка дейтін Жандыргалка. Айфон дейтіндер жатады мені. Айфон емес андай. Анау мектеп кезінде ақша жинап кәдімгі 2 ай ма жинап гелевый ручка алғам. Гелевый ручка дейтін нәрсе білмеймін, соны алсаң Иә, кәдімгі иә. жақсы оқып кететін сияқты болып тұрасың ғой. Андай. А дейтін несі бар, оны жазу бар. құртқың да келмейді алып Иә. қойғаннан кейін иә Тез бітетін еді ғой бірақ. бір ручканың Дәптерін ішінде келе жатып гелевый бастап кетіп, и ол аяқталған жерде бар ғой. Иә, иә. Ары қарай обычный болып кететін. үшеу тұратын болатын ба еді? Қызыл, көк. үшеуін бірге Иә. шығарып береді. Қара. Да. Біреуінде алтаулықтар болды кейіндер ше. Соны бір бүйтіп ашып ернардікінде құrai алмай алтаулықтар қойған болған соң. шығар давайте Ернардың айтпақшы алты саусағы ғой бәшпейінде. Ада қойшы жүресің ма? Өтірік екенін білді қала. Дейді. Айта бер осы жаңағы. жағы линейка болады ғой жаңағыдай әркімнің екі алғанын айтады үздік топты айтады апта бойы жаңағыдай үздік бестерді көп Үздік алған. әзілдер дейді. Линейкада айтады. Апта бойынша жиналған өсектер ма? иә жеткен жетістіктерді айтады сөйтіп бір линейка болады да басы андай болып басталды жаңағыдай анау тырнағын Нөл болып алған басталды анау ғой. екі Нашарлардан басталды. анау екі алған бірдеңе соңына қарай міндетті түрде андай нелерді қалдырып қояды ана бүгін кім дәурен шықса сен Тырнағын алмаса да деп. Жоқ. дәурен шықса міне дәурен алдында облысқа барып олимпиададан осындай орын алып келді деп сөйтіп айтып жатыр ғой мынау мынандай алып келді мынау республикаға барып олимпиададан 3-ші орын алып келді деп бәрін күшті мақтап жатыр ғой сұмдық анау анадан бірдеңе алған анау анадан бірдеңе алған сөйтіп линейка андай бір бәрі шапалақ ұрып күшті болып келе жатыр ше сөйтіп линейка бітті директор бәріне алғысын айтты мұғалімдерге алғысын айтты сөйтті да енді боссыздар деген кезде физрук шықты ғой дышыдан беретін ағай так тоқтаңдаршы жігіттер тоқтаңдар Бір маңызды нәрсе қалып кетті. маңызды нәрсе бар деді бір маңызды нәрсе бар в общем жігіттер барлығын спорт залға деді мә керек не болды екен дейміз ғой мә біреу ақша жинап ұсталып қалды ма мә қазір бәріміз таяқ жейміз ғой деп
әрең баратыр қорқып ше. Енді всегда андай болатын ғой, біреу косяк жасаса бәрін ұрады ғой ол кезде ше. Сөйтіп бәрімізді класс тұрғызып қойды бүйтіп. Ағай бүйтіп класстардың бәрін қарап бүйтіп. И грудактан ұрады дейсің ғой. Мұғалім ұрса. мына оқиғаны ше бір күні ағай бәріміз спорт залға жинайды ғой деп бастайсың сен линейка дегенді Ол линейка тұра тұрсын, ол сөйтіп күшті басталған нәрсе ғой. линейканы қалтаңа салып келесің ба спорт залға? еріксіз күлдіреді ердің. Бірақ келіні бар адам қалай шутить етсе де өзі біледі ғой. өтірік күліп отырық қой. Бірақ мынау бар ғой, мына шутканы келінді айтсыншы, жырттап жүреді. Любой қызды сындырады. Иә. ана столда емес иә. Сөйтіп линейкада жаңа барлығымызды тұрғызып қойды спорт залда. Ағай бүйтіп кетіп Нешінші класс оқисыңдар ол кезде? Ол кезде 6-ма сондай оқимыз біз. Бүйтіп жүрді. Жігіттер деді. Қабаң, қатыбаң. Біз шошып тұрық. Мәңгі не болады екен, ұра ма екен деп. Не болды? Кім біреуің айттыңдар ма бірдеңе деп. Быт әңгіме кетіп жатыр. Жігіттер. Мына туалетке кіргенде дәлдеп тұрсаңдаршы деді. Бар айтқан сол болды. Иә, біз вообще күтіп тұрған жоқпыз ғой ондай нәрсе жоқ. Немене жүріп тұрасыңдар ма? Жүріп. Біз ва деп күлеміз ғой анақта. Біз серьезно әңгіме күтіп тұрдық қой. Ва деп күлеміз. Ағайдың өзі күліп жүрді сосын. Болды, барыңдар сен дейді сосын. Сөйтіп, в общем, андай күшті линейка сөйтіп біткен болатын. Жаңағыдай болған, жаңағы мектепке кіріп қаппыз ғой. Мектептің ішінде жүр екенбіз енді. Апайларға амандасып шығайын. Және Аягөз қаласында оқыдым. Ол білмеймін енді қазір ондай нәрсе айтылады ма айтылмай ма. Жалпы ондай нәрсе айту керек па айтпау керек білмеймін. 2008-2007 жылдар ғой. Адам өлтірген десең. Айтуға бола ма болмай ма білмеймін. Эксклюзив дедіңдер ғой. Ол кезде мен киллермін. Сөйтіп аны кәдімгі ровд-дан адам келіп, мектептің олдарын бәрін жинап, актив залда отырмыз ғой бәріміз. Сөйтті да, жігіттер, оқушылар, біз Шығыс Қазақстан бойынша Аягөз қаласы мектептік бұзықтықтан бірінші орында тұрмыз деп. Бәрі шапалақ ұрады. Иә, деп шулап. Өзі де мәз болып қалды ма? Өз жеріне күлгенбіз бәріміз. Болды, айта беріңдер. Анау сонда серьезно айтты ма или? Жоқ, ол серьезно айтып тұр. Андай ғой, позор деп айтып тұр ғой енді ол. Дәл деп тұстанда бірінші орында екен. Сіздерді осы сіздердің кездеріңізде ше хата деген нәрсе актуальный болды ма андай бір? Жоқ. Жоқ, бауырым, бірдеңең болса айтпай қой. Хата дейтін нәрсе күшті ғой, е-май. Бүгін біреудің туған күні болады, хатада бола ма екен дейтін әңгіме ғой. Иә, хатада деп просто рұқсат берсе болды, ар жағынан уже ақша жиналып бірдеңе құрастырып кетеді. Просто иә, хатада істеймін деген рұқсат берсе болды. Енді сол кездерден 2009-дан бастап Алматыда жүріп талай хата көрдік қой. Хата дегенге қазір бір түрме елестейді шығар. Ол кезде кәдімгі катаджи үйлер ғой. Бильярды бар, иә. Бильярды бар. Есіктер Ойнауға болмайтын. Иә. Всегда любой хатада бильярд ойнауға болмайды ғой. Мен бильярд үшін баратын. Жоқ, именно кейбір нелерде бар андай. 2014-тен бастап ойнауға болатын болды ғой олар. Заң шықты ма? Иә? Қалай? 2014-тен бастап ойнауға болатын болды ғой. Заң шықты ғой. Біз ойнадық қой. Барлық бильярдтарға ойнауға рұқсат етілді. Молодец. Жарлық. Сондай есік, комнатасы жабылмайтын есіктер. Сол кезде көзге түсіп қалғысы келетін қыздар ыдыс жуатын. Соңында до конца қалып түнде басқа кругтар келеді балалар. Өзіне уверен қыздар жумайтын, кете беретін. Нормально. Внимание керектер, ыдыс жуады да, и оған бір-екі жігіт әдейі ғой деп қояды. Мен молодец, сен жақсы келін болады екенсің деген әңгімелерді айту керек қой, короче. Біз еще. И ол соған ыдыс жуып бергеннің платасы ғой. Сөзбен, иә? Иә, и ол қызды нормально шығарып салайды, короче. Үйіне апарып тастайды машинамен сондай. И бір өлген мерспен жүретін всегда бір балалар болатын.
қиын завод етілетін. сол табады ғой еще хата. Бізде бір бала болатын, 5 мыңнан жинаймыз десек, мен кальян апарам, 3 мың теңге беремін. Үйде кальяны бар, короче, сөйтіп жүрдім. Таң сағат хатаға кеттік па? 7-те 6-та хатадан шығып кетасың ғой, өмірдің мәнін жоғалтып ше. Елдер жұмысына барады. Иә, бәрі свежий жұмысқа баратқан кезде бүйтіп шығып кетасың ғой. Үйге барып қазір автобусқа отырсаң ұйықтайтыныңды біліп тұрасың ғой өзің еще. Остановкадан өтіп кетесің ба дейтін сияқты. Ой, талай қиналдық қой сөйтіп бітіп. Жаңа білмеймін, бір сол кездің өзінің романтикасы ғой, қызық болған. Мысалы андай болады да, группа болып жасайды ғой енді общий. Группа келеді, бірақ основной мысалы бәріміз группа болсақ, Нұржанның ұнататын қызы бар, и ол маған айтады, ананы шақырып салайықшы. Бірақ вообще сөйлеспейді екеуі бір-біріне. Ананы шақырып жіберші, пожалуйста. И сондай болатын. Басқа группадан жеке болатын. Сен кел деп әркім ұнататындар. Сөйтіп бәрі жиналып қалған кезде, ой, сен қайдан жүрсің бұл? Өтірік болып басталатын да. Бір-бірінің жақсы көретінін шақырып бере ма? Жинап беретін. Сол жағынан күшті болатын. Бізде тур сондай болған, хатадан қайтып келіп қалмыз, жаңа таңда ғой, таңғы 6-та сабаққа келеміз еще. Настроение жоқ, анда ұйқың келіп быч топ, и қыздар пакет беріп жүрген ғой, тамақ салып ше, сабақта жесіңдер деп. И біз группадағы балалармен Қыздардың сабаққа бармай ма? жоқ, Біз ұйықтаймыз, жігіттер, мәт тамақтарын. и сөйтіп 2 пакет беріп жүрген. Группадағы балалармен жеп отыр. 2 пакет, Иә. Ерлан бір пакеттен өзі жеп отыр да. Только өзі. Ол іздеп отыр, жеп отыр. Сыртында Ерланды жазылып тұр ма? Апайға келеді да, апай жесеңші дейді, апай бүйтіп қарайды да жемейді. Қыздар келеді да, мынау мусор пакет қой дейді. Анау мусордан жартысынап жеген, бүкіл енді не дейді? Қалдық жеп отқан ғой, соны апайға берген ғой. Бұл нәрсені бар ғой, ана мусордың түрін көрмесек біз қиын оны. Йо, қош деу ше қиын. Фу, блин, деу қиын болып тұр қазір. Иісін сезбейді ма? Может, нормально көрінетін шығар енді. Пакетпен келсе келесі деп оламыз. Көрсетіп бізге. Чисто андай посуда жуатын қыздарды шақыратынбыз, 2-3 қызбен отыра беретінбіз өзіміз. Мөлдіреп па. Еще квартира болатын осы. Хатада ең басты қорқатын нәрсе төбелес болмау ғой. Өйткені ол бірдеңе сыну дейтін нәрсе өте қиын болады. Косяк плюс. Ол біреудің ұдас жібергенше жатады ғой жерде. Ол дейтін сұмдық қой, еще қазіргіндей. Сол бала төбелестірмеуге тырысып жүрген. Иә, тура сондай болатын. Еще обязательно бір комната болады, есік ашылмайтынша жабық тұратын всегда ондай. Иә, ондай болады. Хозяин өзі жатады. Яғни комнаталардың есіктерінде тесіктер болады, обязательно. Ой, не көрмедік біз деп. Бірақ қызық қой сол. Мен сендерге де айттым ғой, Бақа, Нұржан сендерге. Жассыңдар ғой, жүрсеңдер, ғашық болыңдар, ренжіңдер біреуге, біреуді іздеңдер, жассыңдар, пайланып қалыңдар сондай нәрселер. Былай дұрыс, бүйту керек, сөйту керек деп, скучный өмір сүріп қалмаңдар. Болды, жастарға айтатын нәрсем сол, кеттім. Кетіп қалса. Жастар істеңдер соны деп. Сендер жастардың қандай не істеп жатсыңдар, соны жазыңдар комментарийға. Бұлар көрсін арасында. Тек комментарий жазып отыр да. Жұмыс болып кетті ма? Сен қандай видео көріп отқаныңды комментарийға жаз. Серьезно қабылдап жазатындар. Дарханаға, короче, андай да. Бүйтіп отырып, кейде ұйықтап кете салады, короче. Мен оны білмеймін. Ондай өнерім бар. Шүкір. Қазір десем ба деп отыр. Иә. Нұржан екеуміз мен оянғаныма бір 3-4 минут болған шығар. монтажбен кесіліп отыр. Нұржан екеуміз ең бірінші келген кезде білмейсің ғой оны. Сөйтіп сценарий тапсырайын деп жүрміз. Бір где-то бір 3 аптадай болып қалған істеп жүргенімізге. Сөйтіп Нұржан кетіп қалды бір жерге. Жалғыз қалдым. Дарханаға мен жалғыз қаламын ғой, қорғауым керек болды. Оқып жатырмын. Мені қорғау керек қой. Жаулар керек. Сүре оқып жатыр ба? Ұйықтап қалсақ қорғау керек біле. Шыбыннан ба бүйтіп отыр. Жоқ, оқып жатыр. Оған дейін бас жағында бүйтіп не істеп отты да, араласып отты да Дарханаға. Мына жерін бүйтіп жүрік, мына жерін сөйтіп жүрік, мына алып тастаңдар, мына қосып жіберіңдер деген сияқты. Бір момент вообще минус болмай қалды ма? Сценариім идеально болып бара жатыр. Что-то вообще комментарий жоқ қой, короче. Оқып отыр. Бір кезде ұйықтап қалып ғой.
ема мен қатты анау маған удар болды. Дато ұйықтатып жіберетін сценарий жазып тұр ма деген сол нәрсе ше. Содан кейін уже нормально болды. ұйықтасаңыз да бәрін біліп тыңдап мен отырасыз. естіп жатамын Иә, сразу Мен полный өйткені қосылып естіп кетесіз ғой, анау сол моменттен жалғастырып кете береді да. мен денем өшіп қалады да, бірақ полный естіп біліп жатамын ғой, ана жер дұрыс кетпей қалыпты дейтін нәрсе. Оянғанда бірақ айтпайсыз ба оны? оянғанда айтамын. Иә, сондай ғой. Бірақ мен андай нәрсе, мен ондай қасиетім бар. Мен кішкене шаршаған болсам, и бір ыңғайлы жер болса, бізді жалпы үйтіп ұйықтатуға үйреткен КВН ба? КВН ғой. Иә. Еще КВНнің ішінде гастроль ғой. Мал. Қазір анау қанаттар кімдер миллионмен байгайс неде жүр ғой. Анау дейтін кәдімгі лакшери ғой кәдімгі концерт. Біздікі кәдімгідей российский газель бар ғой. Газ ел дейтін жазу бар. Бұғының суреті бар алдында. Сондай и Газель үшін жер үшін ба? иә, алдында шофердің қатары бар өзінің. И мына жерде бір 2 орындық, мына жерде бір 2 орындық, ар жағы былай бос жататын. Зал ма? Сондаймен батысты аралап жүрміз да. Тек жаснар болып. Жоқ, қармақшы бар өзі біргеміз. Сол кезде ана кіресің, газельге кіресің, орын алуға тырысасың, орын болмасан жерге чемодандарды, сумкаларды лақтырасың, соның үстінде жатасың, короче. Отырасың. И жол жаман ғой батыста. Жол өте жаман. И сол кезде сен келесі концертке ұйықтасаң, тезірек ұйықтап алу керексің, короче. Айтпесе, мен жол болмады, мен жатуым керек дейтін нәрсе. Никаны айт, короче. Бірақ сіз өзіңізде жолы әжептәуір жерден кеп тұрсыз ғой, бірақ Иә. Сол нәрселер жатпайды дейді. Ойбай, жатпайтын емес вообще. Қай жер күштеді ол газельдің ішінде? Еш қай жері. Сырты күшті. И водительдің Водитель тұрып айдап тұр ма? нашар бір флешкасы болатын өлең. И ана өлең әнді жаттап алдық қой, қай өлеңнен қай ән екенін. Реттілігім бар. Иә, реттілігін жаттап алдық қой кәдімгі. Еще нашар әндер. Сол нәрсе и не істеді. И мен машина алған кезде мен қорықтым басында. Жақсы өлең тыңдауға ма? Жоқ андай ғой. Флешкасы болып қала ма деп. Ұйқым келсе ұйықтай салатын бар ғой. Содан қорықтым, бірақ машинада как-то ол басқаша жұмыс істеді менде. Мен вообще ондай ұйқым келіп ондай бүйтіп не істеп көрмепті. Енді Аллаға шүкір. Бір ондай жағдан қиын бүйтіп ұйықтап кету оны болмапты. Газель айдап көрсеңізші. Газельді енді айдап көрсем ба деп отырмын. Сіздер еще пойызбен де бір араладыңыздар ғой, иә? Пойызбен, ой. Пойызбен ең қызық сол ғой. Ол кездегі состав та күшті, иә? Ол кезде ой біз бармыз Мақпал Исабекова. Жоқ, күшті ғой енді ол жерде анда. Неше вагон айдос? Болды, иә? Сол жерде әнші, күйші бәрі бар. Актер, пактердің бәріміз бір вагон, бір пойызда жүреміз бәріміз. Мысалы, жаңағы Таразға бардық. Сол концерт анау кешке любой жер банкет болады. Күнде банкет қой. Бардың тамағын іштің, айттың, бүйттің, пойызыңа барып жатасың, пойыз тұрады. И ана жерге қаншаға... Билетсіз де пойызға кетеді дейсің. Түнде примерно шуға шейін бару керек. Ақырын шуға барады, сол жерде тоқтап тұрады. И сағат таңғы 9-да кәдімгідей ән күймен, қызыл кілеммен қарсы алады. Шуға пойызбен барамыз, ұшып қайтамыз. Сөйтіп, о жақта жаңағы банкетке барасың, тағы да сөйтіп ішіп, жеп, айтып, бүйтіп тағы. В общем, бәрі әншілермен... Полный Қазақстанды кеттіңіздер ма? Жоқ, ол жерде полный болғанда біз КВНщиктер, Ағатырға сөйткен шығар. Газельмен қиналып жүрсіздер, пойызбен аралап жүрміз. Басым істемейді ғой. Пойыз Айтып отқан жоқ. пойыз кейінірек шықты ол. Ой, пойыз деген бертін шықты емес. Аға дейді газель болады. Енді ол кезде андай ғой. Пойыз жүремайды. Пойыздың аты қалай еді? Пойыз шығар. Менің Қазақстаным дейтін. Менің Қазақстан мәгір гимн болып басталыпты ғой, Иә. Менің Қазақстаным нұрың болып төгілемін. Ол жерде андай КВНщиктер басын аяғына үшін жүріп, бірақ ауысып отырдық. Біз Аралдан бастап отырдық па? Иногда мен айдайын десің. Аралдан Аягөзге шейін, Аралдан Аягөзге шейін арғай тағы Семейдің балалары отырады ол жерден. Сөйтіп ауысып отырасың. Ең күшті поездкаңыз бен ең нашар поездкаңыздың арасы ма бұл? Иә. Пойыз бен газель, иә? Қай жылдарда дедіңіз шыққан?
сегиз жүз 14 па? КВНді бітіре салып па почти. Жоқ, ойнап жүрміз. Ойнап- 2015. 15ке дейін ойнады ғой. 15 жыл. 15 жыл жазды, иә? Билеттеріңізді қарайды. Сақтап жүреді да. Сол пойызды біз таптық деп пойыз шығарсын мына жерге. Ол күшті поездка болды. Ол жердегі біраз әңгімелер кейін камера өшкеннен айтып беремін ол жердегі әңгімелерді деп. Ол жерде енді андай ғой, Камераны өшіре салсың ба? не істейсің? Не істейсің? Бүкіл ішің пысқаннан кейін бәрін істейсің ғой ол жерде. Сондай қызықтардың бірі деп. Ой, зайдап көресің. Жоқ, ақтадың ба ол гастроль өз-өзін? Ақтау үшін емес Біз шығар иә ақтау ол. үшін де Просто ол Атыраудан жерде қыз. Аха, ол жерде Ақтаудан о ана жақтан приказ келді болды кетті. Аа. Ой, ол кезде өкімет дейтін. Батялардың әңгімесі сондай ғой. Ой, өкімет дейтін ол кезде қатты болатын. ойнамасаң малың тартып алады. Сонда енді бізге Есен аға айтты, сөйтіп жүру керексіңдер де, хорошо. Без Ана- проблем жүріп бердік. Дежавю деген команданың несі бар ғой, шуткасы, Есен ағаның авторитеті күшті дейтін ше. Сол шынымен иә, Есен ағаны любой жерде Есен аға дейсің дейді. Жоқ жерде де. Иә, жоқ жерде де Есен аға дейсің. Әкеңді өйтіп айтпайсың дейсің. Жайдарман ойнамағандар да Мысалы, есін Дархан аға сыртта Дархан деп айтпайсың ғой? Дархан Жоқ, аға. Есен аға деген қосылып айтылып кетеді ғой. Дархан аға деп Ол айтады. Бұрын- көретін біліп айтып отырып қой Есін аға деп. Бұрын андай Ес аға продакшн дейтін болатын. Иә, Сол жерден өзінің аға деген жазуы бар ғой. Ес аға дейтін соны сөйтіп кеттік қой бәріміз. Енді қазір аға деп айтамыз ғой, бәрібір де ол кісі болсын болмасын. Неге әке деп айтпайсыз? Білмеймін сол. Жоқ, мен әке деймін, ақкем деп айтамын ғой өзім. хабарласыңызшы десей. Ақкем деп айтамын. Осы тұста әкеңізге Әкеңізге жақсы көремін деп айтпайсыз ба? Жылап отырсам қазір. Мен сені жақсы көремін. Мен сізді жақсы көріп, сосын мынандай сұрақ келіп тұр. Екі бағдарламаны қосқанда. Жеке өміріңізде не жаңалық? Жеке өмірімде ол жеке болып қалсын деп қойдыңыз. ешқандай жаңалық жоқ. Сендер қызығатындай ештеңе жоқ. Бірақ мен үшін жаман қызық. Соңында ше, Дархан аға бір не айтып жіберіңізші. Ненің соңы? Ненің? Өмірімнің соңы ма бұл не? Сөз соңында, ойын соңында. Болды. Дархан аға всегда айтатын бізге, сол өзің жақсы көрген нәрсемен до конца істей берсең, енді бәріміз КВН-нен бастадық, қазір уже мысалы режиссер болу, сценарист болу деген нәрселерде былай бір миға келе салмайтын нәрсе ғой. Көп армандаңдар деген әңгімелерді айтатын едіңіз ғой. Соны бір ана жердегі жігіт қыздарға бір айтып жіберсеңіз дегенбіз ғой. Ана бір қызға Бітіп жатыр ма не? Иә, аяқталайын жатыр. зарядкасы отыр ғой. Сондай сияқты. Флешка ауыстырып Зданияның көп зарядкасы. просто. Сосын не Мен- комментарий жазу керек екен бір айтып жіберген. Жарайды, айтам. Мен микрофон істеп тұр ма? Тағы бір тексеріп қойшы. Осы кезде тексеру керек. Бастаса. Қолдарын жайын тұра. Енді не айтам? Бұны көретін сендер анда YouTube'да не қарайсыңдар ма? Категорияны, аудиторияларды. Иә, көбіне сол 16-дан 64-ке 16-дан 72-ге ішінде. 16-дан 13-ке дейін. 16-дан Сол 25-ке дейін 25-ке дейін ба? Жақсы. Не айтам, тыныш жүріңдер деген сондай нәрселер айтады. Жоқ, енді жастық қой бұл жерде. Жастық дейтін нәрсе ешқашан қайтып келмейді. Анау біреулер жаңа мектеп кезіне қайтып келгісі келеді, біреу студент кезін сағынады, біреу тағы басқандай. Мысалы 60-та кісі 30-ын аңсайды, 70-тегі адам 40-ын аңсайды деген сияқты. Сендер елуін деп кете бересіз ғой. Иә, түсіндің ғой нені? Формула. Түсінгенімізді бәріміз айтып отырамыз ба? 30-да алып отырасың ғой. Иә. Сөйтіп кете беруге болады. Сөйтіп неге ондай боламыз деген сұрақ қой, неге? Мысалы, неге аңсаймыз, иә. Мен осыдан бір 10 жылдан кейін мен қазіргі уақытымда аңсаймын. Бірақ, значит, бұл уақытта мен күшті өмір сүруім керек.
чтобы мен аңсаған кезде өкініш болмайтындай болу керек қой. Сондықтан да мен бүкіл жастарға айтамын. Қазір жаңағы бағана да айттым, жас кездеріңде әлі де серьезный болып, тағы басқа бірдеңе болып, дұрыс жүріп, үлгересіңдер, егер сендердің іштеріңде болса ол нәрсе, ол шығады. Бірақ өмір сүріңдер, шынымен өмір сүріңдер, жақсы көріңдер, бір қызды, жаңағы ұлды жақсы көріңдер, қуаныңдар, ол кісіге ренжіңдер, қайтан достасыңдар, сағыныңдар, қыдырыңдар, ұйықтаңдар. Барлық өздеріңе беріп тұрған ләззатты, дұрыс жағынан ләззатты алуға тырысыңдар. Бұл кездегі эмоция кемейді. Иә, кемейді. Мен енді қазір сол Қазір менде эмоция жоқ десе. 18-20 жасымдағыны мен өткенде Айдос екеуміз айтамыз, ұйықтамай 2 күн жүре беретін кезіміз болған. Ал қазір уже сағат 3-4 болып қала ма, уже біз денсаулығымыз алып шыға алмайды ол нәрсені. Біз жүргіміз келеді бұрынғыдай, бірақ денсаулық өзінікін алады. 30-ға шейін ер адам өседі, 30-дан кейін бүкіл денсаулығы наоборот кете бастайды уже. 30-ға шейін қалыптасуға өседі, одан кейін арға түсе бастайды. Одан кейін уже даже спортпен болсын, тағы басқа бірдеңемен өзіңді поддержать етпесең, тағы төмен түсе бересің. Сондықтан да әр уақыттарыңды, әр сағаттарыңды, әр мезеттеріңді андай бір өстіп отырғанымызды бақыттымыз ғой деп бір бақыт көзбен сынап қараңдаршы. Шынымен өте қатты бақыттымыз негізі. Біз андай өстіп күліп өйтіп кетіп қаламыз да, вообще мән бермей қаламыз өстіп күліп ойнап отқанымызды. Бір андай жан жақтарыңа мен бақытты өмір сүріп жатырмын ғой деп просто тып-тыныш сөйлемей қарап отыршы, әке-шешеңнің жүргенін, бауырыңның, іні қарындастарыңның күліп ойнап отқанын просто үндемей сол бақытты сезініп отыршы бір минут, 2 минут. Соны айтар едім мен, болды. Өйткені бір сезініп ал дейсің. Ал енді жаңағы мен бірдеңе боламын, мен карьера қуамын, мен тағы андай болғым келеді дейтін нәрсе, ол сен ішіңде ол ондай амбиция болған өте жақсы, бірақ оған үлгересің уақытында. Сондықтан да адам істеген адам істейді. Мен көзім жеткені сол, мен енді Аллаға шүкір сценарий жаза аламыз, түсіре аламыз режиссер болып. И мен оказывается бұл нәрсені армандаған екем, бірақ мен қатты режиссер боламын деп ұмтылмағам, бірақ менің арманым орындалып қойыпты. Сонда оказывается бұл нәрсені білсең, жақсы көрсең, жетеді екенсің. Любой нәрсеге жетеді екенсің. Адам істеген адам жетеді. Голливудты аңсаймыз, тағы бірдеңе ол ойымызда бар болса, демек жетеміз деген сөз о жаққа. Мен білмеймін, ол жерде Оскар аламын деп айтпаймын, бірақ та ол жақта бір фильмде болсын, бір жұмысым, еңбегім сіңіп, мына фильмде қазақ істеген деген атақ болса екен деймін. Менің басты арманым қазір сол жақ болып тұр. Неге армандамасқа? Ол мен кейін Голливудта жұмыс жасаймын деп біреуге айтсаң күлуі мүмкін. Ол как будто невозможно сияқты болып тұрады. Неге невозможно? Ол жақта адамдар жүр ғой. Адамдар жүр. Мен жаңағы инопланетяндар жүр деп жатқан жоқпын. Адамдар жүр. Мен де адаммын ғой дейтін нәрсе ғой. Значит, ол жаққа жетуге болады. Любой нәрсеге жетеді. И жаңағы кейбір адамдармен де сөйлесем, жаңағы сценарий мен де сөйлескен кездер біраз адамдар болады. Сценарийді бите береміз ба, или комедия түсіре береміз ба, или жаңағы ауылда түсіре береміз ба деп айтады көп адамдар. Мен бәріне былай жауап беремін. Не нәрсені сен жақсы істейсің, соны 1000-миллион рет істе, егер байығың келсе. Болды. Ал егер жоқ, байығың келмесе, қу. Ананы істеп көр, мынаны істеп көр, ананы қайтып кел, қаш. Ол кезде уже бір неге жетпейсің профессионализмге. Бір нәрсе қолыңнан 100%-ға келе ма? Істей бер. Болды. Ең басты жалпы неге қалай айтсақ болады? Табысқа жетудің жолы бұл. Ал енді өмір сүрудің мен жастарға айтатын адал болу болды. Ең бірінші адал болу болды. Осы адалдықтың артында қазір енді біз айта берсек, бұл адалдықтың артында көп нәрсе тұр. Бірақ өміріңнің берекесі адалдықта екен. Сен адал болсаң, болды, сен өмірің барлығы реттеледі.
сенің жаңағы үйлене алмай жүрген болсаң үйленесің, таба алмай жүрген болсаң ақша табасың, тек адал болсаң болды. Бізде адалдыққа қарама қарсы тұратын көп соблазндар бар да, адал емес болуға. Біз соған кетіп қала береміз қайта-қайта. Жаңағы адамға адал емес болып қаламыз, жұмысымызға адал емес болып қаламыз, табысымызға, адамға, досымызға адал емес болып қаламыз да, бірақ соңында осының бәрін жаманшылығын алғаннан кейін біз ойлаймыз, біз неге мынау өмір әділетсіз болып кетті, неге бүйтіп кетті өмір. Ондай болмайды. Ондай болмайды. Сен қалай жұмыс жасайсың, сол көрініс сенің терезеңнің алдында тұр ғой. Үйге бар да терезеңнен қарашы, қандай көрініс көріп тұрсың. Сол сенің қазіргі жұмыс істеп жатқанның жемісі. Сен мықты, мощно, адалынан күшті жұмыс істеп жатсаң, сенің видің өте күшті болады. Болды. Просто өзің қандай деңгейде өмір сүріп жатқаныңды білу үшін терезеге қара. Өзің тұрып жатқан жерің. Бітті, осыны айтар едім жастарға, болды. Оны айта берсем өте көп нәрсе, бірақ ең бастысы адалдық. Адал болыңыздар, адал достарыңызды комментарийға жазып кетіңіздер. Адал комментарий жазып кетіңіздер. Иә, адалынан жазыңдар сол комментарийді. Шынайы ұнаған. Жаңағы жерінен бастап кесіп, 10 минутқа әдемі басқа выпускқа шығарсақ болады. Иә, Асларнаға тапсырсақ болады. Рахмет Дархан аға бүгін бізге келгеніңізге. Менімше тағы бір үлкен бір выпуск жасауға болатын сияқты, иә, шығарылымға асықпай отырып. Бүгінге осымен біздің хихикая жобасының тағы бір шығарылымы қалсаңыз десе өз мәресіне жетті. Все, рахмет жігіттер. Арнаға жазылып, лайк басып, комментарий қалдырып, пікір жазып кетіңіздер. Ол біздің арнаның дамуына үлкен көмектеседі. Біздің балаларға, жігіттерге шабыт береді. Сол үшін бір-бірімізді қолдайық. Жаңа Дархан ағамыз айтқандай адал болайық. Рахмет барлықтарыңызға.